Армысыздар, қадірменді көрермендер. Бүгін Айғақта бетпе-бет бағдарламасының бүгінгі қонағы Орда-Басқұс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Тағайып Мұрат Құлмырзаұлы. Сіздердің өндіріс мемлекеттік индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы шеңберінде облыста қолға алынған ең серпінді жобалардың бірі. Осы 2010 жылы іске қосылған болатын. Бүгінгі таңда өндіріс орны осы мемлекеттік қолдаулардың тиімділігінің арқасында қандай нәтижелерге жетіп отыр? Жалпы бастапқы межелеріңіз ойдағыдай орындалып келеді ме? Осыған тоқталып өтсеңіз. Біріншіден, Айғақ телевизиясының ұжымына, біздің тыныс тіршілігімізге әрдайым қызығушылық танытып, осы өндірістерді аралап, елге біздің жасап жатқан еңбегімізді, біздің қалай келе жатқанымызды елге дәріптеп отыру үшін үлкен жұмыс жасап жатыр. Сондықтан біз ұжымымыздың атынан осы сіздерге үлкен алғысымызды білдіре отырып, мынау табыстан табысқа жете беріңіздер, творчылық табыс тілейміз деп. Нақты сұраққа келетін болсақ, жалпы өздеріңіз білесіздер, біздің ұжым осы үдемелік индустриялық инновациялық жоба аясында ең алғашқы қарлығаштардың бірі деп айтуға болады. Облысымыздағы, жалпы Қазақстандағы бірінші 5 жылдықтың ең алғашқы жылында жобамыз іске асты. Рахмет, елбасымыздың өзі тікелей қадағалап отырып, үкіметке үлкен осы бағдарлама аясында тапсырмалар беріп, оның аясында түрлі қолдау туралы бағыттағы бизнестің жол картасы 2020, экспортер 2020, қуаттылық 2020 түрлі осы үлкен бағдарламаның арқасында қосымша бағдарламалар туындап, енді біздің ұжымымыз сол бағдарламалардың барлығын бүгінгі күні өзінің ережесіне сай пайдалана отырып, күннен күнге дамып келе жатқан рас. Соның арқасында деп айтсақ болады, бүгінгі күні біздің жетістігіміз ауыз толтырып айтатын дәрежеге жеттік. Себебі осыдан 5 жыл бұрын біздің елімізде 1 килограмм мынау үлкен өндірістік жаңа инновациялық жобаның аясында күрке тауық еті жоқ болса өндірілген. Бүгінгі күні Алла жазса, биылғы мынау 25 жылдыққа тарту жасайын деп отырмыз. Тәуелсіздігіміздің 10.000 тоннадан астам біз осы күрке тауық етін өндірейін деп жатырмыз. Соған бүгінгі күні тынбай ұжымымызбен бірге күндізден еңбек етіп жатырмыз. Ал енді соның аясында осы біздің ұжымымызда 400-ден астам тұрақты осы ауылда жұмыс орны пайда болды. Сол жұмыс орнында мынау ауылдың азаматтары еңбек етіп жатыр, тұрақты еңбек ақысын алып жатыр. Және де мынау әлеуметтік бағыт бойынша да оларға біз өзіміздің мынау ұжымымыздың атынан, компаниямыздың атынан қолдан келгенше жәрдем беріп келе жатырмыз. Осы 5 жылдың арқасында біз мынау күрке тауық өндірісін мынау жаңа тәсілмен, жаңа инновациялық дәрежеде халықаралық стандарттарға сай мынау бәсекелеске төтеп бере алатын халықаралық нарықта өнім өндіруді біз осы 5 жылдың үстінде толық игердік деп айтуға болады. Осы күрке тауық өндірісінің мынау оңтүстікте, оның ішінде мынау киелі Орда-Бас тауының етегінде соның базасы толық жасақталды деп айтуға бүгін толық мүмкіндігіміз бар. Осы аралықта біз өзіміздің мынау азаматтардан, жергілікті жастардан, жас буындардан, кеше ғана колледж бен мынау университет бітірген үлкен мынау күрке тауық өндірісінің мамандарын қалыптастырып, олар бүгінгі күні күннен өзінің тәжірибесін ары қарай өсіп келе жатқан жастарға беріп жатыр. Соның арқасында олар бір үлкен ұжым болдық бүгінгі күні. Және дәмді ет деген сауда белгісі бүгінгі күні біз мынау Қазақстанда емес,
мынау шетелдік нарықта, халықаралық нарықта осы дәмдет сауда белгісіменен біздің өніміміз толық өзінің бағасын алып отыр. Соның айғағы болар, биылғы жылдың өндірісінде 9 айда 40%-ға жуық өндірілген өнім осы экспортқа шығарылып жатыр. Елбасының жалпы тапсырмасы негізінде кәсіпкерлік саласына, оның ішінде мынау өндірісті өркендету саласына соңғы жылдар үлкен басымдық беріліп келеді. Осы тұрғыда жалпы өндіріс орны мемлекеттік қолдаудың тиімділігін қаншалықты сезініп келеді осы жылдар аралығында? Жалпы осы мемлекеттік қолдаудың дәрежесінде осы әсіресе мынау үдемелі индустриялық инновациялық жобаның арқасында мемлекеттің мынау нақты қолдау тиімділігі мемлекет тарапынан нақты артты деп айтуға болады. Соның нәтижесі болар. Бүгінгі күні тек біздің ұжыммен бірге де талай осы жаңа мысалы әртүрлі саладағы тауар өндірушілер үлкен ұжымдар дүниеге келді. Өзің атап айтсақ, біздің оңтүстігіміздің өзінде түрлі саладағы өндірістер үлкен жобалар жүзеге асып, осының бәрі мемлекеттің нақты қолдауының арқасы деп айтуға болады. Себебі біз мынау осы 90 жылы тоқырау жылдарында да осы кәсіпкерлік салада қызмет еткендіктен бүгінгі күні сол екі аралықтағы мынау мемлекеттің қолдауының қандай дәрежеде көтерілген, бүгінгі күні үлкен дәрежеге жеткен сол қолдаудың арқасындағы мынау кіші, орта, үлкен кәсіпкерлікті де жылдан жылға даму үстіндегі соның біз үнемі көзіміздің алдымызда келе жатқаны, оған куә болып отырмыз. Оның өзі біздің мынау Қазақстанымыздың экономикасының ары қарай да өркендеуіне меніңше үлкен септігін тигізуде. Себебі қарап отырсақ, мына осы жылдардың аралығында үлкен қаржы дағдарысынан өтіп жатса, соның соңғы осы 1-2 жылдағы қаржы дағдарысының өзін айтып отырсақ, біз соның өзіне қазір осы үлкен мынау индустриялық жобалардың инновациялық арқасында біз нақты төтеп беріп келе жатқанымыз, оны көріп отырмыз. Соның дәрежесінің бүгінгі жоғары екенін біздің кәсіпкерлеріміздің осы қолдауды сезіне отырып, әрине өзінің жауапкершілігін артқан әр кәсіпкердің мынау үкіметімізбенен түрлі бағдарламалар арқылы елбасымыздың тікелей қолдауының арқасында әр кәсіпкер басқарып отқан оның ұжымында үлкен жауапкершіліктердің пайда болып, оны әрбір азаматтың сезініп отырғанын біз бүгін көріп отырмыз. Мемлекет болашағын айқындап берген елбасының 100 нақты қадам ұлт жоспарында осы өндіріс саласын өркендетуге барынша басымдық беріліп келеді. Осы тұрғыда пікіріңізді айтып өтсеңіз, жалпы облыстағы өзіңіз осы өндіріс саласының басы-қасында жүрген өңірге белгілі азамат ретінде қалай бағалар едіңіз? Бүгінгі таңдағы облыстағы осы индустриялық инновациялық даму бағдарламасында жүзеге асырылып жатқан жобалардың, жалпы олардың өміршеңдігі туралы. Үкіметтің осы бағдарламасының қабылдағалы бері осының айналасында тікелей сезіне отырып, сонымен бірге айналысып келе жатқан азамат болғандықтан үлкен жоғары дәрежеде баға беруге толық мүмкіндік бар. Осы аралықта біздің облыста үлкен дәрежеде жүрді. Себебі біздің өзі мына оңтүстіктің халқының өзі өте іскер халық деп атауға болады. Қай дәрежеде, қай салада болса, мынау жаңашылдыққа құмар, жаны құмар азаматтар, соның ішінде әрине мынау кәсіпкерлер, соның нәтижесі болар. Бүгінгі күні біздің мынау республика көлемінде алғандағы осы кіші және орта бизнестің даму үрдісі ең жоғарғы сатыда осы біздің оңтүстікте. Оны біз мына үлкен жиындар, кездесулерде әрдайым баға беріп отқан сырт көздегі үлкен азаматтардың баяндамасынан, сол кездегі сөз сөйлегендерінен, жас сөздерінен естіп келе жатырмыз. Соның айғағы болар, осы біздің облыстағы мынау индустриалдық жаңа аймақтардың бүгінгі күні көптеп дүниеге келген. Алғашы Қарлығашы да біздің облыста болды.
Әрине бұған біздің мына осы облыста біраз жыл басқарып кеткен өте тәжірибелі бүгінгі күні премьер-министрдің орынбасары, ауыл шаруашылығы министрі отқан Асқар Исабекұлы бауырымыз, және де одан кейін кеше ғана мынау бір жылдан астам уақыт болғанның өзінде де үлкен әсіресе мынау туризм саласының дамуына көп үлес қосып кеткен біздің мына Бейбіт Бәкірұлы азаматтарға да көп алғысымыз бар. Және де міне бүгінгі келіп жатқан жаңа облыс әкімі, осы елдің азаматы, өте тәжірибелі, барлық салада Жансейіт Қансейітұлының да ары қарай бұны да үлкен дәрежеге жеткізе отырып дамытатынына біздің нақты сеніміміз мол. Біздің тарапымыздан, әрине мына кәсіпкерлердің тарапынан осы жобаларды ары қарай да көптеп нақтылай іске асыруға біз әрине бір кісідей қолдаймыз. Әрине әр кәсіпкер, әр азамат өзінің жасап жатқан кәсібін барынша дамытып отырса, ары қарай соның арқасында облыс дамиды. Соның арқасында біздің мынау облысымыз осы республикадағы ең үлкен орынды алатын болғандықтан барлық салада ары қарай республиканың экономикасының дамуына ол әрине нақты әсерін тигізетіні ол рас. Сондықтан біз осы бағытта бүгінгі күні дайынбыз. Жақын арада өткенде өздеріңіз куә болдыңыздар. Алғашқы кездесуіміз өтті. Осы кездесуде біраз алға қойылған ол сөздің жаңа облыс әкімі Жансейіт Қансейітұлы айтып өтті. Біз оны әрине толық қолдаймыз. Біз оны іске асыруға ол кісімен бірге дайынбыз. Елбасының бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі деген жобасы аясында бұған дейін де өңірлерде қыруар жұмыстар атқарылып келген. Осы тұрғыда Ордабасы жауапкершілігі серіктестігі өзіңіз жоғарыда айтып өттіңіз, 400-ден астам азаматты бүгінгі таңда жұмыспен қамтып отыр. Осының өзі үлкен жауапкершілік, мына жұмыспен қамту ең басты мәселе бүгінгі таңда. Осы тұрғыда жоспарларыңызда енді қандай да жобалар бар? Елге қамқорлық, қосымша жұмыс көзін арттыру мақсатындағы осындай тың жобаларыңыз, бастамаларыңызбен бөлісіп өтсеңіз. Біздің бұл бағыттағы ең алғашқы жоспарымыз осы өндірісті жаңа жоғарыда айтып өткендей, Күркетау өндірісінің біз енді мынау халықаралық нарықтағы базасын жасақтағаннан кейін біз енді осы саланы ары қарай да дамытсақ деген ең бірінші жобамыз. Дамыту деген осы саладағы біз бүгінгі мынау біздің дәмді ет сауда белгісіменен шығатын өнімімізге сұраныстың күннен күнге артып келе жатқанын, ішкі нарықта да, сыртқы нарықта да осы өндірістің көлемін ары қарай ұлғайту. Ұлғайту дегеніміз ол қосымша тағы да жаңа жұмыс орны, жаңа салық көзі, мына жергілікті. Және де әрине мынау әлеуметтік көмек ететін жандарға да оның көмегі тиеді. Екінші бағыттағымыз біз енді мынау қазір өздеріңіз білесіздер, жалпы ауыл шаруашылығы министрлігі кеше өзіміздің облыс әкімі Жансейіт Қансейітұлы айтып өтті де, мынау кооперация жасау бағыты. Елменен бірге отырып, азаматтармен осы жұмыссыздықты барынша азайту. Соның бастамасы ретінде біз қазір аналық құспасын жасақтауды қолға алдық. Ол деген сөз, егер де біз аналық құспасын жасақтасақ, мынау инкубациялық жұмыртқаны бүгінгі күні біз алыс шетелден сатып алып отырсақ, біз өзімізде өндіретін болсақ, бізде мүмкіндік туады екен, мынау жергілікті осы азаматтарды сол бір күндік балапан болсын, 10 күндік балапан болсын, бір айлық балапанменен Күркетау қамтамасыз ете отырып, оларға мынау зоотехникалық, ветеринарлық іс-шараларға көмек бере отырып, оларды да осы құс етін көптеп өндіруге тартып кооперацияға. Және де олардың өндірген өнімін бүгінгі күні өздеріңіз білесіздер,
мынау шаруашылықтары бар, жақсы азаматтар, жауапкершілікті, олар көптеп жүгері өндіреді, өзінің жаңағы жер үлесінде бидай өндіреді, мақсар өндіреді. Міне сол өндірген өнімдерін біз алып отырып, оларға жаңағы жақсы байытылған құрама жеммен қамтамасыз етіп отырсақ, өзіміздің мына құрама жем шығару зауыты арқылы, ал енді олар сол дәрежеде бордақылап отырса, енді бордақыланған жаңағы дайын болған күркетауық жаңағы құстарын біз қайтадан өзімізге алып, оны ары қарай соя отырып, терең өңдеп, етін ары қарай оны біз сатуға шығарсақ. Себебі бірікпесе, ол енді әр шаруаның, әр жеке кәсіпкердің үйінде ол 100-500 күркетауықты сойып, оны сата салу, оны жамұздатқышқа салқындату, ондай жағдайлардың жоқ екенін біз білеміз. Соның бәрін біз бір жерде қайтадан ұйымдастырсақ деген біз қазір үлкен жоспар жасап жатырмыз. Бүгінгі күні осы бағытта біз осындай бір үлкен кооперациялық біріктіру жасасақ деп отырмыз. Алла жазса, оны мүмкіндік бар. Соған біз мамандар дайындап жатырмыз. Ал енді бүгінгі күнгі өзіміздің жасап жатқан өнімдеріміз бар. 85-тен астам бүгін түрін шығарып жатырмыз біз осы күркетауық етінен өнімдердің. Енді оны біз ары қарай да соны дамыта отырып, жаңа терең өңделген өнімдерді осы күркетауық етінен шығарсақ деген. Бұл туралы да біз қазір мамандарды алыс жақын шетелдерде өзіміздің оқытып жатырмыз. Ол себебі мына озат жаңағы еуропалық елдер дейміз, және дүниежүзілік елдерде ол 100-ден астам түрін шығаруға болады екен. Соның бәріне біз мамандарды қазір оқытып жатырмыз. Біз енді осыны да өндірсек, сонда нағыз халық тұтынатын күнделікті мынау азық-түлік тауарына айналса деген өзіміздің ойымыз бар. Әрине оның сапасы бәсекелестікке қабілетті болғанымен қоса тұра, оның бағасында сол бәсекелестікке қабілетті жасау осы бағытта да бізге әлі алдымызда үлкен жұмыстар тұр. Біз осы бағытта жұмыс атқарсақ деген өзіміздің жоспарларымызды жасап жатырмыз. Алла жаса, біз осы бағытта жылжимыз ары қарай. Ал енді мынау жұмысшыларымызға, өзіміздің қызметкерлерге әлеуметтік жағдайды біз енді барынша бүгінгі күні қолымыздан келгенше жасап келе жатырмыз. Оның бір ең үлкені оның өз уақытысында өзінің еңбек ақысын кешіктірмей беру деп ойлаймын. Оның анау зейнетақы жарнасын өзінің есебіне аудару деп ойлаймын. Себебі осы арқылы бәрі келешек бар. Сондықтан біз осы бағытта және де енді әлеуметтік салаға кеңінен пайдаланылатын салықтың төлем көздері бар. Республикалық салық мекемелеріне өз уақытысында біз төлеп отырсақ, біз соның өзінде де біз мынау әлеуметтік салаға үлкен көмек бергенімізді естиміз. Себебі сол арқылы мынау біздің медициналық сала қызметкерлері, білім сала қызметкерлерінің бәрі осы арқылы еңбекақы алып отыр. Ал енді тағы да біз сонымен бірге өзіміздің зейнетке шыққан азаматтарымыз бар. Және де мынау ұлы отан соғысының ардагерлері, мынау тың ардагерлері күннен күнге азайып бара жатыр. Олардың әрдайым біздің барып жағдайын сұрап, жаңағы бір мезгіл болса да оларға қолымыздан келгенше көмек беріп отыру енді ол біздің дағдымыз. Көп балалы аналар бар, мүгедек жандар бар. Олардың бәріне біз енді 100% демесек те қолымыздан келгенше бізге келіп жаңағы жағдайын айтқандардың бәрінде барынша біз өз көмегімізді
көрсетіп келеміз. Құс Күркетау етін өндірумен айналысатын үлкен алпауыт кәсіпорынның бастапқы межесі жалпы 10 мың тоннаға дейін ет шығарамыз деген болатынсыздар. Бүгінгі тұрғыда енді бұл меженің орындалғанына барша жұрттың көздері жетіп отыр десек артық айтқандық емес. Осы тұрғыда енді Күркетау етінің қанша пайызын жалпы отандық нарыққа шығарып жатсыздар, қаншауы шетел асып жатыр, қанша пайызы жалпы сұраныстың артуы осы саладағы өнімге. Осы жағына тоқталып өтсеңіз. Өзіңіз айтқандай, біз 10 мың тонна деп елбасыға тікелей айтқанымыз, ол сол дәрежедегі бүгінгі күні өзіңіз айтқандай жеттік. Биыл ажыраса біз сол 10 мыңды бағындырамыз шыңды. Осы бағыттағы біздің алға қойған мақсатымыз қалай біздің ішкі нарықтағы өзіміздің азаматтар, өзіміздің республиканың сыртқы нарықтағы азаматтар қалай қабылдайды деген бізде қобалжу болған рас. Бұл өндіріс, жаңа өндіріс. Біздің қазақтарымыз қойдың етін жеген, жылқының етін жеген деген. Біз қобалжуымыздың бүгінгі күні толық дәрежеде өзінің дәрежесіне бүгінгі күні сейілгені рас. Себебі байқап отырсақ, біз енді күннен күнге сұраныс жоғарылап жатыр. Себебі Күркетау етінің ағзаға тиімділігін, оның мынау бүгінгі сатылу бағасының да қалталыға тиімділігін, меніңше біздің ішкі нарықтағы өзіміздің азаматтарды сезді. Соның айғағы болар, біз қазір бүгінгі күні 60% осы ішкі нарықта сұранысына арнап отырсақ, 40% біз сыртқы нарықтың сұранысын. Жалпы сыртқы нарықтың сұранысы, мынау әсіресе Ресей мемлекетінің азаматтарының сұранысы бүгінгі күні барлық өнімге түгел 100%. Бірақ біз оны қабылдамай, жалпы өзіміздің ішкі нарықтағы ішкі азаматтарды, өзіміздің жергілікті азаматтарды республикамыздағы, мемлекетіміздегі алдыменен солардың сұранысын бүгінгі күні біз қанағаттандырып, артылғанын жіберіп отырмыз. Бірақ біз байқап отырмыз, бүгінгі күні ол сұраныс та ары қарай өсуде. Себебі осы қыркүйек айынан бері, міне қазан айы басталып жатыр, ол сұраныс 60%-дан жоғарыға өсіп жатыр. Соның бәрін есептей отырып, біз енді осы ішкі сыртқы нарықтағы өсу қарқынын есептей отырып, біз жаңағы жобадағы өндірістің көлемін ұлғайтуға жаңағы жалпы шешім қабылдадық. Осы бағытта біз жаңағы кооперацияны жасасақ азаматтарменен, және де өзіміз тағы да 10 мың тоннаға ұлғайту өндірісін кеңейтетін болсақ, біз бүгінгі күні осы жақын арадағы сұраныстың бәрін толық қанағаттандыруға болады. Әрине, ол ары қарай дамитынына біздің көзіміз жетіп отыр. Себебі мұны дамыған елдерде, Европа елдерінде азаматтары, Европалық одақтың азаматтары жылына тек қана таза Күркетау етінің 10 килограмм пайдаланады. Ал енді ол бізде әлі 1 килограмм болғанның өзінде ол бізде 17 миллион халыққа санасақ 17 мың тонна болу керек. Біз енді өзіміздің осыдан алғашқы 1-2 жыл бұрын жоспар жасаған ек, осы ізденіс қарап отырып, біздің келешегіміз осы біздің азаматтар 2 килограммнан қабылдаса жылына ағзаға тиімділігі. Соның өзінде бізге 30 мың тоннадан астам осы Күркетау еті керек екен тек қана. Біз осы бағытта меніңше жұмыс жасаймыз деп отырмын. Соның 20 мың тоннасын біз өзіміз арқылы өндіретін болсақ, ары қарай жаңағы 10 мың тоннадан астамын біз жаңағы кооперация арқылы, жеке жаңағы шаруа қожалықтары бар, жеке кәсіпкерлер арқылы біз оларды жұмыспен қамтамасыз етіп отырып өндірсек деген жоспарымыз толық бар. Оны асыруға бүгінгі күні мүмкіндікте жетеді. Себебі біздің ауыл шаруашылығын қолдау туралы елбасымыздың әрдайым айтып отырған үкіметке тапсырмасы бізді әрдайым бізге осыған
талпындырады, күш-қуат береді и жетелейді деп айтуға болады. Ордабасы құс жалпы өндіріс орын мына ТМД елдерінде теңдессіз осы өндіріс орындары, яғни күркетауық етін өндіріп шығаратын орындардың жалпы бәсекелестеріңіз жөнінде айтып өтсеңіз, бар ма ТМД елдерінде сіздерге төтеп бере алатын бүгінгі таңға? Бар, оны айтуға болады. Мына Ресей мемлекетінде осы біздің технологиямен салынған мынау Ростов қаласында компания бар. Оның жасы бізден 4-5 жыл үлкен. Ол енді көлемі жағынан бізден қазір мынау өндіру көлемі жағынан бізде алда келе жатыр. Ал енді одан басқа да жаңа мынау жобалар Ресейде өте қатты іске асып жатыр. Оның себебі мынау біз енді тоқырау жылдарынан кейін деп айтсақ, мынау Кеңес одағы ыдырағаннан кейінгі жылдар деп айтсақ, содан бері осы мынау Ресейдің осы құс өндірісі қатты дамыды. Соның айғағы болар, былтырғы жылы Ресей осы мынау бройлер құсын етін өндіру және де мынау жұмыртқа өндіру көлемінен өзінің толық ішкі нарығын қамтамасыз ететін өзінің өндірісімен дәрежеге жетті. Енді ол жердегі жоспар бүгінгі күні осы мынау күркетауық етінің өндірісін дамыту, үйрек құсының өндірісін дамыту, қаз құстарының өндірісін дамыту. Осы бағытта ол кісілерде үлкен жобалар жасалынып, осыған үкімет тарапынан тікелей қолдау болып жатыр. Соның айғағы болар, Ресейде жаңа жобалар осы күркетауық құсы өндіруден іске аса бастады. Бірақ бүгінгі күні жаңағы асып жатқан жобалар бар, қосылып жатқан жобалар бар, әлде алда келсе. Бірақ біздің қазіргі бүгінгі күнгі оларменен бәсекелесіп отырғанымыз, біз сапа жағынан толық оларменен бірдей тұра аламыз. Кейбір жеріне біз алдын қатарды деп айтуға болады. Себебі оны мынау Мәскеу нарығының азаматтары өзі айтады, бізде Ресейдің. Біз сапа, оның себебі неде деп айтсақ, оның себебі біздің мынау азықтық жемде. Себебі 70% мынау өзіндік құнын азық құрағандықтан құрама жемнің сапасы бізде өте жоғары. Мынау азықтық жемге бидайдың, жүгері дәндерінің, мынау соя жармасының және де мынау мақсары майы бар, пісте майларының сапасы бізде жоғары. Осының әсері болар, біздің сапа жағынан біз алдамыз деп толық мүмкіндік бар. Ал енді біздің бүгінгі күні ол кісілермен тағы да мынау тайталасып бәсекелестікке еркіндеп келе жатқанымыз, мынау өндірілген өнімді не дейді, мынау майда үлгіде розницалық сату үлгісінде қаптама жасау, оларды жаңағы орысшалап айтқанда упаковка жасау дейді ғой. Осы жөнінен біз олардан бүгінгі күні арттамыз деп айта аламыз. Себебі бізде осы өндіріс орны мынау вакуумдық термоқаптамалар дейді, полиэтилендік дейді, мынау шұжықтарға арналған қаптамалар дейді. Осы өндірістер бізде жоқ. Біз сондықтан біз осы жақсы қаптамаларды жаңағы мынау алыс жақын шетелдерден қымбат бағамен сатып алуға мәжбүрміз. Мына былай айтсақ, біз мынау картондық яшік, картон яшігі мынау. Бізде ол біздің өндіріске сай өндіре алатын біздің Қазақстанда бірақ өндіріс бар, картонның коробкасын өндіреді. Ол мынау Қазақстан компания деп істейтін, Қазақстан қағазы деген компания бар Алматыда. Қалған өндірістер біздің мынау талапқа сай осы өндірістер жоқ бұтын. Сондықтан бізге осы жөнінен үлкен бізге сұраныс болып жатыр біздің тарапымыздан. Осыны біз барлық жерде айтып жүрмін. Ал енді соның ішіндегі қаптаманың сырты жалтырап тұрғаныменен ішіндегі
басқа мынау шетел, алыс жақын шетел, Ресей мемлекеті болсын, солардың өндірушілерінің ішіндегі тауарының сырты жақсы жарқырап тұрғанымен, ішіндегі сапасыменен біздің өндірген жаңа тауарымыздың сырты анау айтқан жалтырамағанмен қаптамалар ішіндегі сапасының жоғары екені оның толық дәлелі, оны мойындалды, оны мынау дүниежүзілік осы күркетауық өндірісіндегі үлкен халықаралық конкурстар біздің етіміздің, өніміздің сапасын жоғары екенін бізге әрдайым оны мойындап, оның бағасын беріп отыр. Осы Мәскеу нарығы арқылы біз шындығын айтса шынықтық, үлкен халықаралық нарықта бәсекелестікке біз сол арқылы дайындалып жатырмыз. Себебі үлкен нарықта мынау дүниежүзілік нарық есебі болып танылғандықтан осы нарық арқылы біз барлық дүниежүзілік қарқалары осы күркетауық етінің конкурстарына сапалық жағынан болсын қатысамыз. Сондықтан барлық жерде біз өніміз өзінің бағасын алып келе жатқаны рас. Оны толық айтуға болады, сенім. Нарықта дәмді ет сауда белгісімен танылған сапасы, күркетауық етінің сапасы жөнінен айтып өттіңіз. Сапасы, одан кейін бағасы қалай бақыланады, қалай қадағаланады, нарықтағы баға жөніне келсек? Бұл жөнінен біз айтатын болсақ, мынау бізде әлі енді өзіміздің қазақи менталитет деп айтуға болады. Бізде мынау тауықтың еті, құстың еті дейді де бәрін бір қатар қоя салады. Ал енді мынау дамыған мемлекеттерде алыс жақын жерде мынау өзіміздің көршіміз Ресейдің өзі осы екі еттің айырмашылығын түсініп қалды. Дамыған мемлекеттерде мынау сиыр етінің, қара малдың етінен кейінгі орынды осы күркетауық етінің бағасы алады. Ал енді күркетауық етінен кейінгі 15-20% аралықта негізі мына бройлер құсының еті жүреді. Ал бізде бүгінгі күні біздің мен енді мына тікелей нақты супермаркет, гипермаркет дейді ғой, солардың мына полкаларында жатқан еттің бағасын айтпаймын. Біздің мына өзіміздің сату бағамыз осы бройлер құсы менен аграшкінің орташа бағасы теңесіп тұр бірдей. Ал негізі ол 20% жоғары болу керек. Әрине бұған біз үлкен алғысымызды білдіреміз, үлкен рахметімізді айтамыз. Мынау ауыл шаруашылығы министрлігі менен жергілікті мынау облыс әкімдігі, облыстық ауыл шаруашылығы басқармалары осы бізге мынау қаржылай субсидия арқылы көмегімізді беріп отырмыз, жемнің арзандатуына. Соның аясы болар, бүгінгі күні біз үлкен дамудамыз. Ал енді нақты бағаға жаңағыдай келетін болсақ, екеуінің айырмашылығы болу керек. Сиыр менен күркетауық етінің арасы 15-20%, ал енді күркетауық еті менен мынау бройлер құсының етінің арасындағы баға. Бірақ бізді тағы бір қызықтыратын жағдай бар. Біз соны әлі түсіндіруде келе жатырмыз. Екінші жағы бар, біз енді бүгінгі күні босату көтерме сауда бағасымен сатып жатсақ, біздің енді ары қарай бізден алып жатқан бірінші, үшінші қолдағы сатушылар оның бағасын 2 есеге дейін көтеріп жіберіп жатқан жағдай бар. Біз осыны көріп жүрміз. Осы мәселені мен күнделікті барлық үлкен кіші аудиторияларды айтып келе жатырмын. Осы жерде бізде үлкен қадағалау болу керек деп ойлаймыз. Өздеріңіз естіп жүрсіздер, бұл жұмыртқада көп айтылып жатыр, естіп жатсыздар. Дәл сол жұмыртқадағы, мысалы көтерме саудамен 15 теңгеден жұмыртқаны 20 теңгеден құс фабрикасы босатып, ол анау сатуға барғанда 30-35 теңгеге барып жатқаны осы тур біздің өнімде де осы бар. Қайталанып отыр. Осы бағытты біз үлкен бүгінгі күні мынау Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасы арқылы болып жатқан үлкен жиындарды айтып, біз менімше дәл бүгінгі күні шешімін әлі тапқан жоқ, бірақ алдағы кезде егер шешімін тауып отырса, біздің осы өндірілген өнім нағыз халықтың қалтасына сай өнім болып шығатынына оған толық
сенемін. Бүгінгі күнде біз соған байланысты өнімнің түрлерін жасап жатырмыз. Бізде бар ол Күркетау құсының мысалы барлық етінің сапасы барлық жерінде бірдей. Оның мойын еті болсын, оның сан еті болсын, оның төс еті болсын, оның қанат еті болсын. Ал енді соған байланысты біз қанат етін мысалы бағасын бөлек алып отырмыз. Ол мысалы табыс аз азаматтарға. Мойын етінің бағасын біз бөлек алып отырмыз. Ал енді мынау таза төс еттері бар, таза ет, сүйексіз, олардың бағасын бөлек алып біз әр азаматтың табысына қарай жаңа ассортимент дейма түрін жасап, соған лайықты баға жасауға тырысып жатырмыз. Әрине бұл әлі алдымызда үлкен әлі атқарған жұмыстан атқарылатын жұмысымыз көп. Біз осы бағытта әлі біздің мынау не дейді маркетология бағытында сатып алу менеджменті бағытында біз үлкен жұмыс жасауымыз керек. Оны алдымызда күнделікті сезініп отырмыз. Бірақ Алла жазса, оның да жолы шешіледі. Тек қана менің өзім ойым, оған ниет керек, ұмтылыс керек деп ойлаймын. Біз осы бағыттамыз. Ордабасы-құс жауапкершілігі серіктестігі өз жұмысын бастаған уақытта мынау Күркетауға өсіретін арнайы жұмыртқаларды шетелдерін алдырттыңыздар. Мынау құрал-жабдықтардың басым бөлігі осы шетелден келіп жетті сіздерге. Бүгінгі таңда енді осы дайын өнімдерді шығаруға дейінгі процестердің енді шамамен қанша пайызы осы әлде шетелдік тауарларға тәуелді болып келеміз? Қанша пайыз отандық жалпы пайдаланып жатсыздар, отандық шикізаттарды? Құрал-жабдықтардан біз әлі шетелдік өндірушілерге тәуелдіміз. Мынау жаңа айтып өттім, жұмыртқадан мынау инкубациялық дейді, асыл тұқымда тәуелдіміз. Осы бағытта біз жұмыртқадан қолымыздан келеді. Бағытта біз жұмысты бастадық жаңа. Жоғарыда айтып өттім, ол үшін аналық бас жасақтауымыз керек. Оны шешуге болады. Бірақ мына құрал-жабдықтан біз бүгін ертең әлі қиын. Ал енді мынау азықтық жемнен біз бүгінгі күні мынау құрама жемге қосылатын азықтық жем бидай, жүгері, мынау соя, пістемай өндірістерінен біз толық өзіміздің Қазақстанның дәрежесінде жұмыс жасап жатырмыз. Қазақстандық тауар өндірушілерден. Енді осыған қажетті мынау толыққанды дейді, мынау амин қышқылдары дейді. Сондай бір препараттар бар. Мысалы, метионин, лизин, цистинин, осы препараттардан да біз әлі өнекейін мынау екпе дәрілері, вакцина деп атаймыз. Сондайлардан біз шетелдіктерге әлі тәуелдіміз. Осы бағытта біздің ауыл шаруашылығы министрлігі қазір өндіріс орындарымен көп жұмыс жасап жатыр. Бұларды да шешуге болады. Енді біздегі алдағы үлкен мәселе осы қажетті мынау сойып құсты, оны өсіруге жаңағы жасалынатын сойып оны терең өңдейтін құрал-жабдықтарды біз қолға алсақ, осы отандық өндіріс бізде мынау жаңағы өзіңіз айтқандай өндірілген өнімнің өзіндік құнында көп арзандатуға мүмкіндік бар. Осы бағытта әлде де жұмыс жасау керек деп ойлаймыз. Енді бұл бағытта мынау қазіргі индустриялық аймақтардың жасап жатқан осы бағыттағы жұмыстары жақсы. Сол аймақтарда да кіші кәсіпкерліктер осыны қолға алса, меніңше түгел жаңағы құрал-жабдықты бастан аяқ өндірмей-ақ, соның бір бөліктерін, тетіктерін қосымша мынау дейді, запчасты дейміз ғой, қосымша ауыстыратын солардың өзінде өндіріп отырса, біздің өндіріске үлкен пайдасы бар, оны білеміз. Жалпы өзімізде өндірілетін тауарлардың қажетті шикізаттардың көлемі артса, бағаға әсер етуі мүмкін бе төмендеуіне? Әрине, үлкен төмендетуге мүмкіндік болады. Тағы бір бұл жерде айтып өтетін жағдай, мынау енді өзіңіз көріп жатсыздар, жаңағы бидай өндірісі, жүгері өндірістеріне үкіметіміз мынау 1 гектарға арналған қосымша субсидия бере отырып, өнімнің қажетті көлемін аз да болса емес, лайықты жаңағы арзандату қол жеткізіп отыр, көтеріліп кетпеуіне.
Сондықтан бұндай жерде де жаңағы өнімнің өзіндік құнын көтермеудің бірден бір себепкері болып, оның көмегі болатыны біздің толық көзіміз жетеді. Оған мүмкіндік негізі бар. Бірақ бүгінгі күні осы бағытта қолға алатын азаматтар, жеке кәсіпкерлер болса, мен енді бізбен тығыз байланыста жұмыс жасауға шақырар едім. Бүгінгі күні біз бір баға жасап жатырмыз. Себебі өңірлердің бәрін біз бөліп тастайтын болсақ, табысына қарай ол негізі олай жасауға да болар еді. Біздің жаңағы жоғарыда айтып өткендей, біз мынау құсты баптау, оған жақсылап оны бордақылау, оны сойып өңдеу, оған қажетті құрама жемді өз дәрежесінде жасау, оны мынау зоотехникалық, ветеринарлық іс-шараларды оған дер кезінде атқару мәселелерін біз бүгінгі күні нақтылай біраз бағытта тәжірибені өзіміздің мамандарды даярлап іске асырдық. Енді біздің келешек осы жаңа сіз айтқандай әр өңірде баға жасау, күнделікті бағаның мынау нарыққа байланысты жасап отыру, өйткені осы өнім көлемінің ассортиментін, өнім түрін арттыру туралы мамандарымыз біз әлі толық дәрежеде дайындап үлгерген жоқпыз. Сондықтан енді бұл жөнінде біз мамандар дайындап жатырмыз. Сол кездерде біз, мен өзім ойлаймын, әр өңірдегі күнделікті бағалардың бәрін қарап отыратын дәрежеге жетеміз деп ойлаймын. Бүгінгі күні барлыққа біздің нарықтағы баға бірдей, және де біз әлі тікелей мынау не дейді, бөлшек сауда дей ма? Бөлшек саудаға біз әлі өзіміз тікелей шығып, тікелей жаңағы мынау жаңағы бөлшек саудадағы сатып алушылармен әрқайсысымен жұмыс істеуге оған үлкен мамандар даярлау керек. Сондықтан біз бүгінгі күні көтерме саудама жұмыс жасап жатқан, бізге ол әлі іске асыру мүмкіндігі болмай тұр. Бірақ келешекте оған біз мамандар даярлап жатырмыз. Отандық нарықта қай өңірлерде сұраныс жоғары күрке тауық етіне деген? Елбасымыздың ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлының көрегендігін айтып өтсем болады. Ол кісі естеріңізде болар. Біздің осы жобамыз іске қосылғанда, мынау Астананы ұмытпаңдар деген әрдайым тапсырмасын біз орындап отырмыз. Соның бір сол кісінің тікелей тапсырмасының өнекейін ол кісінің көрегендігінің арқасы болар. Мынау қойды жеп үйренген қазақ енді күрке тауықты да жеу керек, ол ағзаға тиімді екен. Бүгінгі күні қазір толық сеніммен айтып болды, Астанадағы сұраныс жоғары, Астана қаласының. Себебі Астанадағы барлық мынау сауда нүктелерінде біз әлі толық қамтуға мүмкіндігіміз болмайтындықтан біз көтерме саудада үлкен Астанадағы жәрмеңкелерге қатысып отыру. Ол тіке біз оңтүстіктің күндері арқылы қатысып отырғанымыз бөлек, біз апта сайын Астанадағы сол болып жатқан жәрмеңкеге қатысып жатырмыз. Барынша біз енді Астана халқына қазір қызмет жасап жатырмыз. Әрине одан кейін үлкен өңір Алматы қаласы, өздеріңіз білесіздер, мынау қаржы орталығы. Одан кейін мынау өңір біздің енді әрине өзіміздің оңтүстік, біздің оңтүстіктің бүгінгі күні оңтүстік халқының сұранысы қазір мынау осы күрке тауық өндірісінен етінен жасалынған шұжықтарға сұраныс жоғарылауда оңтүстік халқының атынан. Себебі байқап жүрсек, мынау барлық қазір бүгінгі күні өздеріңіз білесіздер, мынау 25 жылдыққа байланысты үлкен барлық жерде, барлық аудандарда іс-шаралар өтіп жатыр. Мына Алтынкүз аудандарда мерекесі басы. Сол аудандардың барлығынан бүгінгі күні сұраныс хаттары келіп жатыр. Осы сіздің жаңағы өнімдеріңізді әкеліп сол Алтынкүзде аудан халқына жаңағы ұсынсаңыздар деген. Соның бәріне біз барынша түсініспен қарап, барынша сол барлық ауданның жаңа орталықтарындағы Алтынкүз мерекесі бар, соны қатыссақ деген өзіміздің шешіміміз бар, оған толық мүмкіндік бар.
қатысамыз, барынша қамтамасыз етуге тырысамыз. Мынау енді ел тәуелсіздігінің 25 жылдығын атап өтеміз. Биыл үлкен мерекеге толы жыл. Кәсіпкерлік саласының оңтүстік Қазақстан облысындағы осы өндіріс саласының өркендеуін бір қысқаша тоқталып өтсеңіз осы тәуелсіздік жылдарындағы. Біздің азаматтар дейік, соның ішінде біздің өзімізде бармыз. Міне сезініп, патриотизмнің күннен күнге біздің еліміздегі, әсіресе жастардағы оянып келе жатқанын біз куәсі болып отырмыз. Оны көріп жүрміз. Алғашқы кездердегі мынау бұрынғы партияны кезін аңсап жүрген үлкен ағаларымыздың да бүгінгі күні сенімі тәуелсіздіктің жемісі екенін, тәуелсіздіктің арқасында біздің Қазақстанның бүкіл дүние жүзіне белгілі болып, үлкен мынау өзінің орын тапқанын біздің үлкен ағаларымыздың өзі де мойындап отыр. Соның бізде өзіміз куәсі болып келеміз. Сондықтан тәуелсіздіктің жемісі бізге берген ол бағасыз, оны сезіне отырып, енді ары қарай да оны дамыта отырып, мынау экономикалық тұрғыдан қай уақытта болмасын қаржылық жағдайда одан жаңағы қиналмай өтетін жағдайларға жету үшін мен өзім ойлаймын, әр кәсіпкер, менің замандастарым, менің әріптестерім, менен кейінгі дамып келе жатқан жас кәсіпкерлер бар. Солардың бәріне мен өзім ойлаймын, ой тастау керек деп ойлаймын. Ал енді осы бағытта бүгінгі күнгі мынау жаңа атқарушы биліктің кәсіпкерлерге көзқарасының өзгергенінде біз қазір куәсі болып келе жатырмыз. Әрдайым барлық уақытта кәсіпкерлерменен ақылдаса отырып, міне кешегі облыс әкімінің келе салысыменен 15 күннің ішінде осы кәсіпкерлерді жинап, өзінің ой пікірін тастап алысуының өзі де, мен ойлаймын, осы үлкен кәсіпкерлер үшін де тәуелсіздіктің де жемісі деп ойлаймын. Сондықтан мынау тәуелсіздігіміз айтатыным елімізге, оңтүстік халқына, мынау өзімнің ұжымым бар, барлығына айтатыным тәуелсіздіктің әрдайым тұғыры биік болсын, ғұмыры ұзақ болсын. Мынау мәңгілік елдің бастамасы басталды. Еліміздің мәңгілік елге айландыру осы тәуелсіздік арқылы іске асады деп ойлаймын. Оған толық мүмкіндік бар. Бүгінгі күні ұлт көшбасшысы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының осы бағыттағы еңбегі ол өлшеусіз, оны бүткіл дүние жүзінің үлкен мен деген саясаткерлер мойындап әрдайым айтып отыр. Сондықтан осы саясатты біз ары қарай қолдау көрсете отырып, елбасымыздың әрбір азамат өзінің орнында жауапкершілігін арттыра отырып, өзінің осы патриот екенін Қазақстанның сезініп отырса, мен ойлаймын, тәуелсіздіктің мәңгілік болатынына толық сенім мол. Уақытыңызды бөліп, біздің арнамызға сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Сонымен бүгін бізде бетпе-бет бағдарламасының қонағы болған Орда-Бас Құс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Тағайып Мұрат Құлмырзаұлы болды. Рахмет. Рахмет сізге.